Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы, Зекет қоры, Астана қаласының өкілдігі ұсынады. Дүние мәселесі, Пайғамбар алейхиссалам айтады хадисінде, дүние нығметін Алла Тағала сүйген құлына да, сүймеген құлына да бере салады деді. Бірақ иман байлығын Алла Тағала тек қана сүйген құлдарына береді деді. Осы дүние нығметі араб тілінде дүния деген сөз әдна деген түбірден шығады. Әдна деген түбірдің мағынасы қазақ тіліне аударған кезде ең төменгі деген сөз. Ешқандай бір мағына абыройы жоқ, қадір қасиеті жоқ нәрсені әдна деп айтады араб тілінде. Әдна калима десе ең төменгі сөзіңді айтшы дейді. Сол дүния деген әднаден шығады. Ғұламалар айтады, сол хадистің түсініктемесінде, егер Алланың алдында осы дүние мәселесі масаның бір қанатындай абыройы болғанда, Алла Тағала кәпір қауымына бір құлтым су бермейтін еді дейді. Демек, дүниені беріп атқан Алла, сол дүниені табуға мүмкіншілік жасағанда Алла субханала тағала. Сол дүниені тапқаннан кейін зекетін беру керек. Біздер иман келтірген халықпыз. Біздің сөйлеп атқан тіліміз әлемдік тіл болмаса да, ұстанып келе жатқан дініміз әлемдік дін. Біздің тәуелсіздігіміз 25 жыл болған болса, ислам дініне келе жатқанымыз 25 жыл болған жоқ. 13 ғасырдан астам уақыт өтті, біз мұсылман халықпыз. Аллаға, пайғамбарға иман келтірген. Бұл жайында Пайғамбар алейхиссалам былай дейді: "Ман кана юъмину биллахи ва расулихи фалюадди заката малихи." Кім Аллаға, оның пайғамбарына иман келтірген болса, мал дүниесінен есептеп тұрып, мұқтаж жандарға зекетін берсін дейді. Аллаға, пайғамбарға шынымен иман келтірген болсаң, сол иман келтіргенге дәлел ретінде зекетіңді бер дейді. "Ва ман кана юъмину биллахи ва расулихи фалияқул хаққа." Және Алла пайғамбарға иман келтірген болса, онда ақиқатты айтатын адам бол дейді. Рас сөйле, ешқашан өтірік сөйлеме. Аулияскут, немесе тыныш тұр. "Ва ман кана юъмину биллахи ва расулихи фалюкрим дайфаху." Аллаға және пайғамбарға иман келтірген болсаң, онда келген қонағыңа дұрыстап қонағыңа қара дейді да хадисте. Демек, осы хадистің ішінде ең бірінші осы зекетті айтты дейді ғұламалар. Кім Аллаға, пайғамбарға иман келтірген болса, ең бірінші зекетті айтты, қонақты айтқан жоқ. Немесе жаңағы сөзді айтқан жоқ. Бірінші зекетті айтты пайғамбар дейді. Демек, бұл зекет шыны керек адамға жақын мәселе. Адамның нәпсісі сол малды қимай тұрады екен. Мал дүниені. Енді осы мал дүниені берген Алла субхана ва тағала алатында Алла Тағала алып қоятында. Алла Тағала оны бергеннен кейін, бірақ сол берген кешінде біздер пенделік қылып көп сұраймыз, әрекет етеміз, Аллаға тәуекел жасаймыз, сабырлы боламыз. Дүние келді ғой. Дүние келгеннен кейін, бірақ уақыт келген кезде оны шығару керек. Зекетін беру керек. Біздің шариғатымызда мен өзім таптым, демек мен өзім пайдалануым керек деген эгоист болға біздің дініміз қарсы. Бұл басқа христиан діндерінде осындай мәселені көп айтылады, бірақ біздің дініміз көп жерде ерекшеленеміз, бір мәселе осы жерде. Біз эгоист болға қарсымыз. Мен өзім таптым, демек өзім пайдалануым керек. Жоқ, сен өзің тапқан жоқсың. Оның Алла Тағала саған мүмкіншілік берген Алла. Дүниені бергенде Алла, оны алып қоятынды Алла. Сол үшін, сол Алланың берген дүниесін басқалармен, өзгелермен бөлісу үшін зекет парыз болды. Және ол зекетті шығару, ол өзіне пайдалы. Өзінің отбасына пайдалы, және ол өзінің өміріне пайдалы. Бұл жайында Пайғамбар хадисінде айтады, мынау зекет беру арқылы өмірлерің ұзарады дейді. Бұл хадистің түсініктемесінде ғұламалар айтады, өмірің ұзарып кетпейді. Тағдырдағы мөлшерленген сол өміріңді сүресің сен. Бірақ берекелді өмір болады дейді. Сол өміріңде көп деген жақсылыққа қол жеткізетін, әдетте адамдар көп мәселе істей алмаса, сен істей алатын сондай бір берекелді өмір болады дейді. Не үшін? Сен зекетіңді бергендіктен дейді. Сол үшін біздің асыл дінімізде мен өзім таптым, демек не өзгеге беруім керек деген мәселеге біздің дініміз түбегейлі қарсы шығады. Ол дұрыс емес. Егер үйтіп айтатын болса, онда Пайғамбар хадисінде, хадис құдисте былай дейді Алла Тағала: "Менің парыз еткенімді істегілерің келмейтін болса" дейді. "Онда менің осы сендерге берген жер шардан шығып кет" дейді. Басқа өздерің жер шар тауып алыңдар да, өздеріңе басқа құдай тауып алыңдар дейді Алла Тағала. Ағыр менің сендерге берген парызым сендерге ұнамайды екен, жақпайды екен, онымен келіскің келмейді екен, онда кетіңдер дейді. Шыны керек, осы жер шары Алланың нығметі, біз бәршамыз Алланың мүлкіміз. Құранда мүлк сүресі бар. Баршамыз Алланың мүлкіміз. Алла субхана ва тағала сол 40 парызын бірін зекет қылғаннан кейін
сен беру міндетін.